Сәлем достар, көп бала туып қажеті жоқ. Көп бала туудың зияндығы туралы айтатын боламыз. Достар, асыра сілтедің, ана мынау деген адамдар шығуы мүмкін қазір. Өмір сондай. Менің өмірім сондай ма? Жалпы мен басқа жаққа да қараймын, заманға да қараймын. Қазір ажырасу да көп оның үстіне. Қазір ер адамда, әйел адамда көп шыдай алмайды. Шыдамсызбыз. Ә, ол бар. Плюс ер адамдардың көп бала туған сайын көп ер адамдар тастап қашады үйін. Себебі әйелінің ер адамға уақыт аударуға қол тимейді. Бала көбейген сайын ол сенің уақытыңды алады. Сен ананың тіпті күйеуіңнің шайын дұрыстап дайындап беруге уақытың болмайды. Ата ена вообще бір жақта қалады. Достар, бұрынғыдай балаға қарасатын ата ене жоқ қазір. Өзімен занят. Әке шеше жоқ. Сіздің өзім әке шешем қарайды деген өтірік, өзім мамам қарап береді деген. Мамаңыз до свидания, пока мен сені танымайын дейді, балаңыз болғаннан кейін. Балаңыз болмай тұрып тұрмысқа шыққаннан кейін сен танымайын деп шығады. Көп аналар қазір өзіңіздің анаңыз болсын, бала қарағысы келмейді. Өзінің анау инстаграммен, өзінің әлеуметтік желісімен занят. Қазіргі заман сондай болды. Сен маған салмақ артып отырсың дейтін нелер де бар, күйеулер де бар. Сондай күйеу бар, жұмыссыз екі қабат боласыз, токсикоз болады, неше түрлі нәрсе болады, жұмыс істей алмай қаласыз. Күйеуіңнен ақша сұрасаң, мен сені асырауға міндетті емеспін, өз ақшаңды өзің тап дейтін ата ене бар, күйеу бар. При этом сен оларға қарауың керексің, олардың жағдайын жасауың керексің, а при этом олар сені асырауға міндетті емес. Вот сондай. Достар, ол жалғыз мен негізі общий айтып отырмын, көргендеріме, айналадан көргендерімді. Енді Аллаға шүкір, мен тұрмыстамын, не болса да әйтеуір. Бірақ басқа адамдарда, мысалы, одан қиын жағдай болуы мүмкін да. Біз тұрмысқа шыққанда әйтеуір бір айлықпен күн көрерміз, әйтеуір бәрі дұрыс болар. Күйеу деген уәдені үйіп төгіп береді, үлдемен бүлдеге ораймын, үйтіп қоямын, бүйтіп қоямын. Ой, саған машина үймен қосып әперемін деп басың айналып кәдімгідей басқаша нәрседе күйеуге шығасың. Ал на самом деле ондай болмай жатыр, иә. Сосын әр бала туғаннан кейін әйелдің денсаулығы әлсірейді. Гормондары ойнап тұрады, неде ойнап тұрады. Жалғыз әйелі қарайды балаға, күйеуге бала керек емес. Күйеудің ұйқысы қанса, тамақ тойса болды. Тыныштық қана іздейді ер адамдар. Тыныш болса болды. Мен 3 балам бар, Аллаға шүкір. 3 баламда мен 3 баламнан кейін мен күйеуім таппай қалдым уже. Күйеуім үйге келмейді мысалы да. Жалғыз менде емес, ол барлық отбасыда болады. Түн мен күн мен білмеймін қайда жүрген. Не істеп жатсың десе, бір тірлік істеп жатырмын дейді, болды. Не тірлік істеп жатыр? Қандай тірлік істеп жатыр білмейсің. Сондықтан да баланы жоспарлап туған дұрыс болады. Қанша бала туып қарауға шамаңыз жетеді, соны да ойлауыңыз керек. Шұбатып туудың қажеті жоқ. Бір жылдан кейін, әр бір жыл сайын. Мысалы, өкімет не ақша береді ғой деп көбісі соған қызығып туады. Қажет емес. Ол ақшаны сіз деніңіз сау болса тауып аласыз. Қазіргі кезде өкімет оны алып та қоймақшы. Оның үстіне жүйкеңді жеп қояды бала деген. Мен балаларым өте тынымсыз, иә? Менікі сияқты тынымсыз бала болса, сізді кәдімгі жеп қоюы мүмкін. Иә? Сіз ананы істей алмайсыз, мынаны істей алмайсыз. Қазіргі мына телефонның шуымен де балалар тынымсыз болып кеткен ба. Далаға шығарып жіберсең де қарап тұрасың, артынан не болып қалды екен деп алаңдап. Сондықтан да достар, ешкім ешкімге гарантия бермейді. Сіздің күйеуіңіздің сізбен ғұмыр бақи тұруына ешкім гарантия берген жоқ. Сіздің жаңағы ешкім сізге балаңызға қарап берем, көмектесем деп гарантия берген жоқ. Болмаса ешкім сіздің қаржылай жағдайыңызға гарантия беріп болған жоқ. Сіз осы уақытқа дейін мысалы енді көбісі өзінің дүниесімен келіп жатады. Осы уақытқа дейін ешқандай депозитіңізде, ештеңеңізде жинап алған ақшаңыз болмаса, онда декретте отырғанда кішкене сізге қиындық тудыруы мүмкін. Қазір өзі сондай заман болып кетті ғой. Иә, бәрін кейбір нәрселер қажетсінесін, оны
бұрын аналарымыз қолдан жасап берген, үйтіп берген, бүйтіп берген деп айтып жатады. Қазір уақыт та қысқа. Байқасаңыздар, бұрынғыдай 24 сағат 24 сағат дегенге өтпейді. Өте тез өтеді уақыт деген. Сондықтан да достар, әр баланы жоспарлап тұрған дұрыс болады. Бала жоспарлау туралы видео бар, соны қараңыздар. Онысы жүктіліктен сақтану туралы да видео болады, Алла қаласа. Сондықтан да міндетті түрде арнама жазылып алыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Аман сау болыңыздар.